Сәлем достар, демошотты қалай қосу туралы бір подписчик менде сұраған екен. Қазір сіздерге сол демошотты қалай қосу керек, қалай қолдану керек, қалай сатып аламыз демошотпен, қалай тренировка жасасақ болады, соны көрсететін болам. Ол үшін Google-ға TradingView деп жазамыз. TradingView деген соң бірінші тұрғанға кіреміз. Оның ішінен мына жердегі үш сызықты басамыз. Продукты дегеннің ішінен супер графики дегенге кіреміз. Бізге мынадай график шығарып береді. Мына жерде Paper Trading деп тұр. Осы Paper Trading дегенді, подключить дегенді басамыз. Демошот деп жазылып тұр. Окей дегенді басамыз. Бізде демошот қосылды. Мына жерде баланс қанша доллар берген көрсетіліп тұр. Енді мысалға Apple компаниясының акциясын сатып алып, немесе сатып, торговля жасап көру үшін поискқа Apple деп жазамыз. Тикеріне қараймыз. Мына жерде Apple-дың тикері мынау. Биржа NASDAQ деп көрсетіп тұр. Осыны таңдаймыз. Бізге Apple-дың графигін шығарып берді. Осы графикке қарап, кішігірім анализ жасаймыз. Мысалға, мына жерде баға түсіп жатыр. Уже шортқа кетіп жатыр баға. Қазір анализ жасап көрсетейін. Тренд сызығын мына жерден бастап аламыз. Неге? Өйткені баға осы сызықтан аспаған. Енді төменгі сызық мына жерлерден сызамыз. Өйткені баға осы екі аралықта жүр. Консолидацияда жүр баға. Осы екі аралықта баға жүр. Мына сызықты асып кете алмады. Егерде асып кеткенде баға өсетін еді. Енді бұл оны бұзып кете алмағандықтан төмен түсіп жатыр. Ол төменге қарай кетсе, шортқа кетсе, қай жерге дейін кетуі мүмкін. Төменгі тренд сызығына дейін баруы мүмкін. Демек, біз бұл жерде қай позицияны ашамыз? Баға төменге түсіп жатыр. Шорт позицияға кіреміз. Баға мына жаққа дейін төмен кетуі мүмкін. Осы жерге дейін төменге құлауы мүмкін баға. Сол себепті біз шорт позиция ашамыз. Мына жерде плюсті басамыз. Плюсті басқаннан соң продать дегенді басамыз. Өйткені біз шорт позиция ашайын деп жатырмыз. Сол себепті продать дегенді басамыз. Егер де рынок бойынша алатын болсаңыз, рыночная цена дегенді таңдайсыз. Енді түссе $7 дейін түсуі мүмкін. Мына жерге біз take profit'ті шортқа кіріп жатқандықтан тейкті төменге қоямыз, take profit'ті, stop loss'ты жоғарыға қоямыз. Неге? Өйткені баға түскен сайын біз пайдаға кіретін болғандықтан, пайда ол take profit. Take profit'ті пайдаға қоямыз. 111.44, 111.38 долларға деп қоямыз. Stop loss'ты жоғарғы жаққа stop loss қоямыз. Енді продать деген кнопканы басамыз. Болды, сізде шорт позиция ашылды. Енді лимитнемен алатын болсаңыз, дәл осылай. Мына жерде рыночный деген таңдадық бағана біз. Енді лимитнемен қалай аламыз? Ол үшін мына жерге лимитный дегенді қоямыз да, бағанағы take profit пен stop loss'ымызды қоямыз. Продать деген кнопканы басамыз. Демошот дегенді басамыз. Мына жақта заявки деген жақта тұр, міне. Продажа деп тұр. Неге продажа? Өйткені біз шорт позиция аштық. Сол себепті продажа деп қызылмен көрсетіп тұрады. Лимитный болса лимитный, рыночный бағамен алған болсаңыз, рыночный деп көрсетіп тұрады осы жерде. Достар, тағы да сіздерде трейдингке қатысты қандай да бір қызықты сұрақтарыңыз болса, білгілеріңіз келген сұрақтарыңыз болса, онда комментарийға жаза кетіңіздер. Барлық сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Және де осы ақпарат сіздерге пайдалы болған болса, қазақ тілді трейдинг туралы арналардың дамуына үлесіңізді қосып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.